Жаңызға сәлем. Бүгін 6-шы сыныптың 716-шы есебін шығарамыз. Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табамыз. Бірінші 113-ті жазып қоямыз. Жақшаның сыртында қосу тұр. Демек, жақшаның ішіндегі таңбаларым өзгермейді. Жазамыз -3 плюс 24. Енді амалды орындаймыз. 103-тен 3-ті аламыз. Бірінші 100 болады. Қосамыз 24 шығады. 124. Екінші есебі -96 жазамыз. Жақшаның сыртында қосу тұр. Демек, жақшаның ішінде таңбалар өзгермейді. Жазамыз -4 плюс 82. Бірінші тиімдісін орындаймыз. Тиімдісі бізде 96 мен -4-ті қосқанымыз. -96-ға -4-ті қоссақ, -100 болады. Минус пен минус қосылады. Плюс 82. Минус пен плюс алынады. -100-ден 82-ні алсақ, 16 шығады. 18 шығады. Ең үлкен санның таңбасын жазамыз. -18 деп. Келесі жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында бізде плюс тұр. Значит, жақшаның ішінде таңбалар өзгермейді. 105 плюс 89 плюс 5. Енді тиімдісін орындаймыз. Бізде -105 плюс 5-ті орындаған дұрыс. -105-тен 5-ті азайтамыз. -100 қосылған 89. 100-ден 89-ды азайтсақ, бізде -11 шығады. Себебі 100-дің алдында -189-дан үлкен сан. Келесі бізде жақшаның сыртында қосу таңбасы тұр. Сондықтан жақшаның ішіндегі таңбалар өзгермейді. Жазамыз 97 алынған 111 қосылған 11. Бірінші тиімдісін орындаймыз. -111 плюс 11-ді орындаймыз. Азайтамыз. 111-ден 11-ді азайтсақ, бізде 100 шығады. Үлкені 111 болғасын, алдындағы минусты жазамыз. 97 алынған 100 болады. 97-ден 100-ді алсақ, бізде -3 шығады. Себебі 197-ден үлкен, 100-дің алдында минус таңбасы. Келесі 717-ші есеп шығарамыз. 8,4-ті жазамыз. Жақшаның сыртында қосу тұр. Демек, жақшаның ішіндегі таңбалар өзгермейді. Жазамыз -67,2 қосылған 1,6. Тиімдісін орындаймыз бізде. Бізде тиімдісі 8,4 пен 1,6-ны қосқанымыз тиімді. Себебі бүтін саннан кейінгі сандар бізде 0-ді беріп, үтіріміз жоқ болып кетейін деп тұр. 8,4-ке 1,6-ны қосқан кезде бізде 10 шығады. 10-нан азайтамыз 67,2-ні. 67,2 бізде 10-нан үлкен болғасын, алдына минус жазамыз да, 67,2-ден 10-ды азайтсақ, бізде 57,2 шығады. Келесі екіншісі 93,118. Жақшаның сыртында азайту болғасын, жақшаның ішінде таңбалар өзгертіледі. Қарама қарсыға -5,9 бізде плюс 5,9, -6,182 бізде плюс 6,182. Барлығын қосамыз, орындаймыз. 93,118-ге 6,182-ні қосқанымыз абзалырақ болады. Себебі үтірден кейін бізде 0 шығып кетейін деп тұр. Яғни 100 саны шығады. 18-ге 82 қоссақ, бізде 100 болады. 93-ге 7 қосқан боламыз қосында. 94 болады. 100 болады. 100 қосылған 5,9. Сонда бізде шығады 105,9. Келесі жақшаның сыртында минус таңбасы. Демек, жақшаның ішіндегі таңбалар қарама қарсы өзгертіледі. Жазамыз -24,117 плюс 23,5. Қосу 74,17. Тиімдісін орындаймыз. Бізде -24,17-ден қосамыз 23,5-ті орындаймыз. Яғни екі санды азайтамыз. Бағанда азайтсақ болады. Қазір көрсетемін. Бізде -24,117 үлкен болғасын, минус таңбасымен шығады. 24,117-ден 23,5-ті азайтсақ, 7-ден 0 азайтсақ 7, 1-ден 5 азайтылмайды, 4-ден 1 береміз, 11-ден 5 азайтсақ 6, бізде 3 қалады, 23-ден 23 азайтсақ 0 болады. 0,100-ден 67 минус 0,100-ден 67 шығады. Себебі 24,117 бізде 23,5-тен үлкен.
Келесі жазамыз 74,7. 74,7-ден азайтамыз 0,167-ні, себебі 74,7 бізде үлкен. 0,167-ден. Жазамыз 74,7-ден азайтамыз 0,67. 0-ден 7 азайтылмайды. Бірін береміз. 10-нан 7 азайтсақ, бізде 3. 6-дан 6 азайтамыз 0. 73 қалады алдында. Себебі 7-ге біз 4-тің бірін бердік. Жазамыз 73,100-ден 3. Плюспен болады, себебі 74,7 бізде плюс. Келесі төртіншісі жазамыз минус 118,100-ден 12. Қосу тұрғасын жақшаның ішінде таңбалар өзгермейді. Яғни минус 58,1 қосылған 18,100-ден 12. Так, бірінші бізде минус 118,100-ден 12-ден азайтамыз 18,100-ден 12-ні. Сонда бізде минус 100 шығады. Себебі 118,100-ден 12-ден 18,100-ден 12-ні аламыз. Келесі минус пен минус бізде қосылады, және минуспен шығады. 158,100